Сәлем достар, сіздермен бірге Аида. Бүгін сіздермен қатпарлы, қытырлақ самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Самсаны дайындау үшін керек заттар: қамырына ұн, маргарин, жұмыртқаның сарысы 2 дана, 1 дана жұмыртқа, қаймақ, мұздай су. Салмасына сиыр етінен фарш, пияз, картоп, тұз, қара бұрыш. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға маргарин салып, үкіштен өткізіп песочное тесто жасаймыз. Маргарин міндетті түрде мұздай болуы қажет. Енді массамыздың үстіне 2 дана жұмыртқаның сарысы, сосын 1 дана жұмыртқа саламыз. Арғарай қаймақ 20%, сосын мұздай су құямыз. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Жақсылап илеп болғаннан кейін салафанға салып, холодильникке 1 сағатқа немесе жарты сағатқа салып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Туралған пияздың үстіне картоп саламыз. Арғарай сиыр етінен фарш, дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Холодильниктен алдық. 2 бөлікке бөліп, қамырымыздың бірінші бөлігін жаятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды өте жұқа қылып жаюымыз қажет. Енді алдын ала ерітілген маргаринді жағатын боламыз. Маргариннің кепкенін 15 минут күткеннен кейін үстіне ұн себелеп шығатын боламыз. Арғарай рулет қылып қамырымызды орап шығамыз. Енді қамырымызды улитка қылып орап холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Міне достар, қамырымызды холодильниктен алдық. Енді қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Кесіп болғаннан кейін осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай үстінен үстіп басып шығасыздар. Мендегі қатпарлы самсаның рецептісімен жасайтын болсаңыздар, 30-35 дана самса шығатын болады. Енді қамырымызды домалақ қылып жайып шығатын боламыз. Жайып болғаннан кейін үстіне салмасын салып, түйіп шығатын боламыз. Өз қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Противенге пергамент қағазын төсеп, самсаның үстіне 1 жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Әсемдеу үшін бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта самсамызды пісіретін боламыз. Міне достар, қатпарлы қытырлақ самсамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шыққан. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, дастархандарыңыз берекелді, ырысты болсын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.